Судың жеткілікті болуынан ондағы тіршілік ететін ағзалар энергияны көп жұмсамайды. Сондықтан суды сақтау мен жұту қызметін атқаратын арнайы тыныс алу мүшелері болмайды. Сонымен қатар, су жүзуге қолайлы болғандықтан, ондағы ағзаларда тартылыс күшін жеңетін арнайы механизмдері дамымаған. Жай ғана дененің құрылысы мен пішінінің бейімделуі жеткілікті. Сулы ортада температура жайлап және аз мөлшерде өзгеретіндіктен, қоршаған орта температурасына арнайы бейімделуді қажет етпейді. Судың суыту потенциалы мен үлкен жылу сыйымдылығы судағы оттекпен тыныс алатын ағзаларды гомоэотермияға қабілетсіз етеді. Осының әсерінен эндотермиялық теңіз сүтқоректілері жылуды жоғалтпас үшін өте қалың жылу сақтағыш қабат түзеді. Ультракүлгін сәуле болмайтындықтан, тірі ағзалардың денелеріне оның жағымсыз әсерлерінен қорғайтын арнайы қорғаныс қабаты қажет емес. Денесінің тұрқы 1 мм-ден көбірек болатын ағзаларға суда оттекпен тыныс алу үшін желбезек секілді арнайы мүшелер қажет. Себебі, сулы ортада жарық шектеулі болатындықтан фотосинтез тек беткі қабатта жүреді, және ағзалардың көру мүшелерінің ақпаратты алу мүмкіндігі шектеулі болады. Суда қысым жоғары, әрі тереңдеген сайын артатындықтан оған қарсы бейімделуді қажет етеді. Судың кедергісінен дене пішіні мен қозғалыс жылдамдығы шектеулі болады. Сондай-ақ, бұл шектеулерді азайтатын арнайы бейімделу қажет. Құрлыққа қарағанда сулы орта өзінің жақсы электр өткізгіштігімен, дыбыстың жақсы таралуымен ерекшеленеді. Теңіз тіршілік иелерінің денесінің құрғауы құрлықтағыдай буланудан емес, осмос әсерінен болады.